Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін дастарханның сәнін келтіретін өзбекше нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен сүтімізді жылытып, осылай ыдысымызға құйып аламыз. Одан кейін үстіне дрожжбен, яғни ашытқымен қантты салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін осындай пищевой пленкамен бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз, яғни апарасы дайын болу үшін. Мінекей апарамыз дайын болды. Енді осыны жақсылап араластырып, үстіне 1-1,5 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Әрі қарай ұнымызды салып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ әдемі болып шығуы үшін кішкене пістемай қосып жібереміз. Мінекей қамырымызды елеп болдық. Енді қамырдың бетін жаңағы пищевой пленкамен жауып, 1-1,5 сағатқа жақсылап көтерілгенше қалдырамыз. Мінекей қамырымыз 1 сағаттай тұрды, осылай жақсылап көтерілді. Енді қамырымызды 3 бөлікке немесе 4 бөлікке бөліп, нан дайындайтын боламыз. Мінекей қамырды 3 бөлікке бөліп алдым. Енді әрқайсысын осылай қолмен формасына келтіреміз. Қамыр қолдарыңызға жабыспайды, ешқандай уайымдамаңыздар. Осылай шет-шетіне қарай қолмен жайып, ортасын ашып аламыз. Енді қамырдың ортасы көтеріліп кетпес үшін осындай вилкамен барлығын басып шығамыз. Негізінде бұндай ортасын басып шығатын чекич деген арнайы құрал бар. Егер сіздерде ол құрал болса, сонымен басып шықсаңыздар болады. Егер де ондай құрал жоқ болса, мен сияқты осылай вилкамен баса беріңіздер. Әрі қарай шетін осындай пышақпен кесіп шығатын боламыз. Мінекей дайын болды. Енді осының бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын немесе бір жұмыртқаның өзін жақсылап араластырып алып, осылай жағып шығамыз.
әрі қарай сәндік үшін бетіне күнжіт себеміз. Ақ және де қара түсінен себе беріңіздер. Сонда нанымыз өте әдемі көрінеді. Мінекей дайындап алдық. Енді осыны 200 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, нанымыз дайын. Бұл өзбекше нан. Өте әдемі көрінеді. Дастарханыңыздың сәнін ашатын болады. Дәмі де керемет. Жұп-жұмсақ, үлпілдеп тұр. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер сізге менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және де басқа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырау батырмасын басып қойсаңыз болады. Ас болсын!